Мынандай таңғы асқа кім қарсы тұра алады? Бүгін мен сіздерге қызанақ пен бұрыштан жасалатын өте дәмді әрі тойымды шакшуканы дайындаймын. Ең қызығы, жұмыртқасы қатайып кетпей, дәл осындай әдемі болып пісуі үшін бір кішкентай әдіс қолданамын. Соңына дейін көріңіздер, сол әдісті міндетті түрде көрсетемін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің арнамда үй жағдайында дайындалатын қарапайым әрі дәмді тағамдармен бөлісемін. Бүгінгі мәзірімізде шакшука. Бұл тағам әсіресе таңғы асқа керемет келеді, бірақ оны тек таңертең ғана емес, күннің кез келген уақытында дайындауға болады. Ендеше көп созбай бірге дайындайық. Бізге көп өнімнің керегі жоқ. Бізге ең алдымен пияз, помидор, болгарский, укроп, жұмыртқа және сосиска керек болады. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз. Пиязды майдалап турап аламын. Кішкентай қызықты кеңес: егер шакшуканың дәмін қанық қылғыңыз келсе, пиязды бірден қатты отта қуырып жібермей, баяу отта жақсылап жұмсартып алыңыз. Енді болгар бұрышын тураймыз. Бұрыш шакшукаға тәтті дәм мен әдемі түс береді. Бұны да майдалап, төртбұрыштап турап аламыз. Міне осылай ұзыншалап турап, сосын төртбұрышты етіп турап аламын. Енді қызанақты тураймын. Шакшуканың дәмін шығаратын ең негізгі нәрсенің бірі қызанақтың жақсы пісуі. Сондықтан қызанақты тым ірі де тым ұсақ та қылмай тураған дұрыс. Табаны қыздырып, аздап май құясыздар. Мен тоңмай қолдандым. Май қызған соң пиязды саламыз. Пиязды асықпай қуырамыз. Осы жерде отты қатты қойып жібермеген дұрыс. Енді болгар бұрышын қосамыз. Бірнеше минут бірге қуырып аламыз. Кішкене бір тіс сарымсақ қосып жібердім, теркадан өткізіп. Ол өте әдемі дәм береді. Енді шакшуканың ең басты бөлігі қызанақты қосамыз. Қызанақты араластырыңыз. Қазір қызанақтан шырын шыға бастайды. Бізге дәл осы нәрсе керек. Шакшуканың дәмі жұмыртқадан ғана емес, осы қою әрі қош иісті көкөніс соусынан шығады. Енді тұзын саламыз. Қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Менде қара бұрыш болмай қалды. Сосын құмшекер, кішкене құмшекер салып жіберсеңіздер болады. Өйткені қызанақтың өзінің қышқыл дәмі болады. Сол дәмді ерекше етеді. Қалауыңызға қарай паприка қосуға да болады. Егер ащылау ұнатсаңыз, аздап ащы бұрыш та қосуға болады. Қазір-ақ иісі қандай керемет болып кетті. Міне біздің көкөністеріміз жақсылап жұмсарды. Қызанақтың шырыны қоюланып, пияз бен бұрыш толық жұмсаруы керек. Егер қызанақтың өзінде шырын аз болса, аздап су қосуға да болады. Бірақ суды көп қоспаңыз. Шакшуканың соусы қою болғаны жақсы. Енді жұмыртқа саламыз. Мен 3 дана жұмыртқа салдым. Міне осылай әдемі орналастырамыз. Ал енді басында айтқан кішкентай әдісім: егер жұмыртқаның үсті де жақсы піссін десеңіз, бірақ сарысы тым қатайып кетпесін десеңіз, табанның қақпағын жауып баяу отта пісіріңіз. Ең бастысы қатты отта қоймау. Жұмыртқаны өз қалауыңызға қарай пісіресіз. Біреуіне сарысы сұйықтау ұнайды, біреуіне толық піскен ұнайды. Міне, мынаған қараңыздаршы. Міне біздің шакшукамыз дайын. Шакшуканың үстіне жаңа піскен көк шөп себеміз. Көк шөп тағамға тек әдемі түс беріп қоймай, қош иісін де ашады. Қалауыңызша қаймақ пен немесе басқа қосымшамен ұсынуға да болады. Міне біздің шакшукамыз дайын. Мен қосымша қасына сосиска ұсынып бердім. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты.
Қызанақтың жұмсақ соусы, тәтті бұрыш, пияз және үстіндегі жұмыртқа бәрі бір-біріне керемет үйлеседі. Мына сарысына қараңыздар, дәл осындай жұмсақ болып пісті. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді. Қызанақтың қышқылтым дәмі, бұрыштың тәттілігі және жұмыртқаның жұмсақтығы бір-біріне керемет үйлесіп тұр. Бұл таңғы асқа да, жеңіл түскі асқа да өте жақсы. Егер сізге осындай қарапайым әрі дәмді үй тағамдары ұнаса, видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басып, арнама жазылып қойыңыз. Ал түсініктемеге айтыңызшы, шакшуканы сіз жұмыртқасы сұйықтау болғанын ұнатасыз ба, әлде толық піскенін бе? Келесі видеода тағы бір дәмді әрі қарапайым тағам дайындаймыз. Кездескенше.